Қайырлы күн оқушылар, бүгін 8 сынып ТЖБ алгебра 292 нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші тапсырма: x қосылған 2 квадрат плюс 5x тең 3x, x азайтылған 8 теңдеуін ax квадрат қосылған bx қосылған c тең түріне келтір және бірінші екінші бос мүшені көрсет дейді. Енді ол үшін біз не істейміз? Жақшаны ашып алу керекпіз. Бізде формула қалай еді? А қосылған b жақшаның сыртында квадрат а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат, иә? Енді бізде аның орнында x, бұның орнында 2 тұр екен. Ендеше x квадрат қосылған 2ab, b бізде 4-ке тең, 2-ке тең, 2-ні 4-ке көйтем 4, x болады, қосылған b бізде 4-ке тең, 4-тің 2-ке тең, 2-ні квадраты 4, қосылған 5x тең болады. 3x'ті жақшаның ішіне жеке-жеке көйтіп жіберемін. 3x квадрат 3-ті 8-ге көйтем 24, минус 24x. Енді мынаны теңдіктің сол жағына шығару керек. Яғни x квадрат қосылған 4x қосылған 4 қосылған 5x минус 3x квадрат плюс 24x тең болады 0. Енді квадраттарды есептейік. 1x квадрат азайтылған 3x квадрат. Ол бізде минус 2x квадрат. X'тар 4x плюс 5x 9x плюс 24x 33x болады. Плюс 33x. Коэффициент бізде жалғыз 4-ке тең екен, ендеше қосылған 4 тең болады 0 болады. Ары қарай минус тұр, ендеше минустан құтылу үшін біз екі жағында көйтіп жібереміз минус 1-ге. Сонда 2x квадрат минус 33x минус 4 тең 0. А тең болады 2, b тең болады минус 33, с тең болады минус 4-ке тең екен. Келесі номер 2-ші тапсырма: берілген түбірлердің қайсысы келтірілген квадрат теңдеу дейді. Келтірілген квадрат теңдеудің формуласы қалай еді? X квадрат плюс px қосылған q тең 0. Енді бұл жерде a-мыз бізде нешеге тең? 1-ге тең болу керек екен. Енді мына жерде a 3-ке тең жарамайды. Екіншісінде тоже жарамайды. В жауабында минус 1 жарамайды. Г жауабында 4-ке тең жарамайды. Д жауабында мінекей 1-ге тең. Ендеше жауабымыз бізде Д жауабы болады деген сөз екен. Ары қарай Б-сы берілген түбірлер бойынша келтірілген квадрат теңдеуді құрастыр дейді. Бізде x1 мен x2 берілген екен. Енді келтірілген квадрат теңдеуді және жаздық. X квадрат қосылған px қосылған q тең болады 0. Енді бұл жерден білесіңдер x1 мен x2-ның қосындысы минус p-ны беретіндігін, а x1 мен x2-ның көбейтіндісі q-ді беретіндігін, иә? Енді осыдан шығара саламыз. x1 бізде 5-ке тең, 5 қосылған x2 минус 2-ге тең. Тең болады 5 азайтылған 2 3. Енді осы екеуін көбейтемін. Минус 2 10 минус 10 болады. Міне тауып қойдық. Енді формулаға апарып сала саламыз, иә? X квадрат қосылған p бізде минус болуы керек. Ендеше мына жерде плюс емес минус болады, иә балалар? Минус 3x азайтылған 10 тең болады 0. Мінекей осылай аяқтаймыз. Келесі 4-ші тапсырма: 4x квадрат минус 8x қосылған с тең 0 квадрат теңдеуі берілген екен. Енді осының с параметрінің қандай мәнінде теңдеудің өзара тең екі түбірі бар және б нұсқасы бойынша теңдеудің осы түбірлерін табыңдар дейді. Енді а нұсқасынан бастайық. Бізге с-ны табу керек. С-ны табу үшін біз дискриминантты 0-ға теңестіреміз. А дискриминант бізде қалай еді? Ол бізде b квадрат минус 4 ас. Енді осыны 0-ға теңестірдік. Енді орнына қояйық. b бізде минус 8, минус 8-дің квадраты минус 4 көбейтілген а бізде 4-ке тең көбейтілген с тең болады 0. 8-дің квадраты 64 минус 4-4-дің 16 с тең болады 0. Минус 16 с тең болады 64 шығарам минус 64. Енді с тең болады минус 64 бөлінген минус 16. Сонда с тең болады бізде неше шығады екен? 4 шығады екен. С-ны тауып алды. Енді бұл бойынша теңдеудің осы түбірлерін табыңдар. Енді мына жердегі с-ға апарып қоямыз. 4x квадрат минус 8x қосылған неше? 4 тең болады 0. Дискриминант b квадрат минус 4ас тең болады. b 64 минус 4 а 4 с 4 тең болады 64 азайтылған 64 тең болады 0. 0-ға тең болса 1 яғни шешім болады. Ендеше x тең болады минус b бөлінген 2a тең болады. b минус пен минус плюс болып кетеді. 8 бөлінген 2 көбейтілген 4 тең болады 8 бөлінген 8 тең болады 1. Жауабы x тең болады 1-ге тең. Келесі бізде номер 4-ші тапсырма: x квадрат минус 17x плюс 72 тең 0 теңдеуінің түбірлерін таппай төмендегілерді табыңдар дейді. Бізде x1 мен x2-ның қосындысын және x1 мен x2-ның көбейтіндісін табу керек екенбіз. Енді бізде формула қалай еді? X квадрат қосылған px қосылған q тең 0. Енді бұл жерде p бізде қанша? Минус 17. Мына жерде p-мыз 17-ге тең деген сөз екен, иә? Ал q-міз нешеге тең екен? 72-ге тең екен, иә? Ендеше бізде формула бар болатын. x1 мен x2-ның қосындысы тең болады минус p-ға тең.
x1 мен x2-нің көбейтіндісі q-ға тең. Оны өткенбіз. Сонда минус p-ға тең болса, p бізде нешеге тең болып тұр? Минус 17. 2 минус не болады? Плюс 17 болады. Тең болады. Мына жерде көбейтіндісі q-ға тең болса, q бізде нешеге тең? 72-ге тең. Мінекей, тауып қойдық. Бұл аяқталды. Енді b тапсырмасында. Бұл жерде не істейміз? Ортақ бөлімге келтіріп алу керекпіз. Ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі x1 көбейтілген x2. Мұнда не жетпейді? x2, мұнда x1 жетпейді. x2-ні 1-ге көбейтесің, x2 қосылған x1. Енді x2 мен x1-дің қосындысы нешеге тең? 17-ге тең. Ал x1 мен x2-нің көбейтіндісі 72-ге тең. Мінекей, осылай аяқтаймыз. Номер 5-ші тапсырма x квадрат минус 6x қосылған 5 квадрат үшінші үшін а толық квадратын айырыңыз, б квадрат үшіншені көбейткіштерге жеткізіңіз. А толық квадратын дереу айыра салайық сразу онын. X квадрат минус 6x қосылған 5 дейді. Ол бізде x азайтылған 3 квадрат минус 4-ке тең. Бысында көбейткіштерге жіктеңдер дейді. Так, ax квадрат қосылған bx қосылған с тең болады. Ax азайтылған x1 деп жіктейміз және x азайтылған x2 деп жіктейміз. Енді x1 мен x2-ні табу керекпіз. Ол үшін дискриминант тең болады. Формуланы жазбай қояйын. Минус 6 квадрат 36 минус 4a a1-ге тең с 5-ке тең. Тең болады 36 азайтылған 20 тең болады 16-ға тең болады. x1 x2 минус b плюс минус дискриминант 2a тең болады минус b 6 плюс минус 4 2. Сонда x1 тең болады 6-ға 4 тосым 15, 6-тан 4 тазайсам 2, x2-міз 1-ге тең екен. Енді мына бойынша формулаға жазу керекпіз. Қалай жазамыз? Так, x квадрат минус 6x қосылған 5 тең болады. А бізде, мына жердегі a-мыз бізде 1-ге тең, ендеше жазбаймыз. X азайтылған x1-міз 5-ке тең, x азайтылған x2-міз 1-ге тең. Болды. Келесі бізде берілген теңдеу екен. Енді осылардан асы теңдеудің мүмкін мәндер облысын анықта дейді. Асы бірден жаза кетейін. Ол бізде бөлімдері 0-ға тең болмау керек. X азайтылған 2 тең емес 0-ға, сонда x тең емес 2-ге болу керек. X қосылған 2 тең емес 0-ға, x тең емес, мына жаққа шашсаң минус 2-ге. Мен 2-ге тең болмау керек екен. Ары қарай бысында рационал теңдеулерді квадрат теңдеу түріне келтіріңдер. Ортақ бөлімге келтіру керек. Біз ол үшін өзін жазып қояйын. X азайтылған 2 азайтылған 5 x қосылған 2 тең 8 x квадрат минус 4. Ортақ бөлім көрініп тұр, x квадрат минус 4 екендігі. Мынаған x қосылған 2 жетпейді, мынаған x азайтылған 2 жетпейді. Ортақ бөлім бірден шығара салайын. X азайтылған 2, x қосылған 2-нің көбейтіндісі. Так, мына жерде x қосылған 2 азайтылған 5, x азайтылған 2 және мынаны жаққа шығарған кезде минус 8 деп шығара салайын, 0 деп дереу шығара салайын, бірден. Ары қарай енді бөлімдері бірдей болса, ендеше алымдарын есептей салайын. Так, көбейте саламын. X квадрат плюс 2x минус 5x плюс 10 азайтылған 8 тең болады 0 болады деген сөз. Ары қарай ықшамдаймын. X квадрат x-тарды есептеймін. 2 азайтылған 5 минус 3x және 10-нан азайтамын 8-ді 2 плюс 2 тең болады 0. Квадрат теңдеу түріне міне келтірді. Енді в бойынша рационал теңдеуді шешіңдер дейді. Енді жауабын табу керекпіз. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac тең болады 9 минус 4a сымыз 2-ге тең болады 9 азайтылған 8 тең болады 1. x1 x2 тең болады минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген екеселенген a тең болады минус b 3 плюс минус түбір астында дискриминант 1 2. Сонымен бізде жауап 3-ке 1 94, 2-ке бөлсең 1, 3-тен азайтамын 1. Ойбай. 2, 3-тен азайтамын 1-ді. 2, 2-ні 2-ге бөлсең 1 шығады. Онда жауабы бізде 2 және 1 деген сөз екен. Келесі бізде теңдеуді шешіңдер дейді. Модуль берілген. Ендеше біз жаңа айнымалы енгізіп алайық. Модуль ішіндегі x-ті т-ға теңестіріп алайық. Енді бұған т-ға теңестірсек, мына жерде x квадратымыз т квадрат болады деген сөз. Енді жазып алайық. т квадрат минус 8t плюс 12 тең болады 0. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac тең болады b 8 64 минус 4 a 1-ге тең с 12-ге тең. Тең болады 64 азайтылған 48 тең болады 16. x1 мен x2-міз тең болады минус b плюс минус түбір астында дискриминант бөлінген екеселенген a. Тең болады минус b 8 плюс минус дискриминант 16-ның түбір асты 4 2 шығарамын. x1 тең болады x емес t. t1 t2 t1 t1-міз 8-ге 4 қосамын 12 12-ге 6 t2 тең болады 4 4-ті 2-ге бөлсең 2 шығады екен. Енді мына жерде бізде жаңа айнымалы енгізген болатынымыз x тең болады t деп. Енді бізде
түбіріміз 6 шықты, ол бізде x1, x2 тең болады, плюс минус 6 шығады. Мына жерде екінші тымыз 2-ге тең болған, ол бізде x3, x4 мүшеміз плюс минус 2-ге тең. Сонымен жауабы бізде минус 6, минус 2, 2 және 6 деген жауаптарды қамтиды екен. Балалар, осымен екінші нұсқаны талдап болдық. Бірінші нұсқа каналда лайк басып тіркелуді ұмытпаңдар.